Алла Тағала Құран кәрімде көп жағдайда әйел адамдарға осындай сөзбен нұсқау айтады. Ахзаб сүресі, Қасас сүресі, Мәриям сүресі оқысаңыздар, сол жерде Алла Тағала әйелдерге уайымдамаңдар, қайғырмаңдар деген сөздермен айтады. Қараңыздаршы, ол бекерден бекер емес. Шын мәнінде қазіргі ғалымдар айтады, әйел адам қайғыратын болса, көптеген ауруларға душар болады. Тіпті кейбір ғалымдар айтады, именно медицина ғалымдар, шаштардың түсуі, әйелдің өңінің кетуі, бет жанарының өң кетіп қалады ғой. Одан кейін әйел адамдардың бала таба алмай қалуының барлығы осы әйел адамның қайғыға ұшырағанның себебінен дейді. Енді Алла Тағала да Құранда айтады, әйел адамдарға қайғырмаңдар дейді. Менің қазіргі жағдайда осы аяттарға сүйене отырып, ер адамдарға айтарым, аналарыңызға өте жұмсақ болыңыздар. Әйелдеріңізге көп мән, көп уақыт бөліңіздер. Қыздарыңызға жұмсақ болыңыздар, жылы сөз сөйлеңіздер. Қыздарыңызды тыңдаңыздар. Яғни олар не білгісі келеді, не үйренгісі келеді, қандай бір мәселелер бар, тыңдап үйреніңіздер. Сол себепті әйел адамдарға айтарым, Алла Тағала Құранда айтқандай, қайғырмаңыздар, уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы болады.